Стандарттоо және сертификаттоо білім беру бағдарламасына арналған шикізат және дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу әдістері пәні бойынша лекция. Бірінші лекция ет сапасына қойылатын талаптар, жоспары жалпы сипаттама, етті дайындау мен ет өнімдерін өндіру кезінде қауіпті факторларды анықтау, өнім өндіру үшін қолданылатын шикізаттар түрлері, оларға қойылатын талаптар мен осы шикізаттардың сипаттамаларын талдау. Сонымен бірге ет өнімдерінің фитопрепарат қолдану. Етті дайындау мен ет өнімдерін өндіру кезінде қауіпті факторларды уақытылы анықтап отыру қажет. Пайдалануға жарамсыз және қауіпті ет өнімдерін жоюда туындайтын барлық ықтимал қателер ескеріледі. Ет және ет өнімдері олардың салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға теріс әсер ететін қауіпті қасиетке ие болатын неғұрлым ықтимал қателерге төмендегі факторлар жатады. Біріншісі, ет және ет өнімдеріндегі фармакологиялық заттардың және химиялық ластағыштардың болуы. Ет және ет өнімдерінде улы элементтердің, антибиотиктердің, пестицидтердің болуы, ет құрамында микробиологиялық көрсеткіштердің теріс болуы. Сонымен қатар тағамдық қоспалар мен гендік инженерия өнімдері де жатады. Бірінші кестеде ет және ет өнімдерін дайындау және өндіру кезінде болатын қауіпті факторлар көрсетіліп отыр. Объектінің орын және аумағын таңдауда ет және ет өнімдерін дайындайтын өндірістік аймақтарда орналастыруға және жабдықтау ыңғайлылығына байланысты болады. Бұл факторлар пайда болуы. Қауіпті факторлар бұл экологиялық ортаның ластануы, қолданылатын іс-шараларына жататын ет және ет өнімдерін өндіретін аймақты дұрыс таңдау, және елді мекеннен тұрғылықты елдерден шет жақта орналасуы қажет. Сол сияқты алдарыңызда 4 қауіпті факторлардың болу жағдайы көрсетіліп отыр. Еттің органолептикалық көрсеткіштері, түрін және түсін анықтау. Етті кесу арқылы еттің түсін және еттің бетіндегі майды қарайды. Еттің және кесінді бетіндегі дымқылдықты, жабысқақтығын сүзгі қағазын қою арқылы зерттейді. Балғын етте кесінді бетінде сәл дымқылдық болады. Консистенциясын анықтау. Кесінді беттің қолымен басқанда шұңқыр пайда болады. Балғын еттің бетіндегі шұңқыр тез түзеледі, ал ескі еттің шұңқыры 1 минут аралығында қалпына келеді. Бұл кезде еттің тұрып қалғандығын анықтауға болады. Иісін анықтау. Алдымен еттің беткі қабатын, кейін еттің терең қабатын, сүйекке жанасқан жерін таза пышақпен кесіп, иісін анықтайды. Пышақты қыздырып, етті кесіп, иісін анықтайды. Бұл әдісті ет бұзылған жағдайда қолданады. Пышақтың орнына үшкір ағашты қолдануға да болады. Ет майын анықтау. Түсін, иісін, консистенциясын саусақпен басу арқылы анықтайды. Сүйек майын анықтау. Балғын етте сүйек майы түтікше сүйекті толтыру арқылы анықтайды. Сүйектен алынған майдың түсін, тығыздығын, бөлген кездегі түрін анықтауға мүмкіндік туғызады. Етті суда қайнату арқылы анықтау. Анықталатын, яғни сынама еттен 30-50 грамм кесіп, майда бөлшектерге майдалап бөліп, дистилденген су құйып қайнатады. Қайнап жатқанда және піскенде иісін, түсін, мөлдірлігін, дәмін, майының түрін анықтауға болады. Мөлдірлігін үлкен пробиркаға немесе 25 мл цилиндрге 20 мл сорпаны құйып анықтайды. Егер сорпаның мөлдірлігі таза болатын болса, онда еттің балғын екенін анықтауға болады. Сонымен бірге еттің микробиологиялық әдіспен бактериоскопиялық зерттеу жүргізуге болады. Яғни бұл зерттеуде Лювель ерітіндісі, яғни бұл грамм әдісін қолдану арқылы еттің сапасын анықтауға болады. Сонымен қатар етті физикалық, химиялық әдістермен анықтауға болады. Екінші кестеде сіздердің назарларыңызға жалпы және балалар тағамына арналған ет құрамындағы рұқсат етілген токсинді заттардың деңгейін сараптау. Кез келген тамақ өнімдердің құрамында токсинді заттар рұқсат беріледі, бірақ белгілі бір мөлшерде ғана рұқсат беріледі. Сіздердің алдарыңызда сол пестицидтердің рұқсат етілген мөлшері және ауытқу мөлшерлері беріліп отыр. Ет өнімдеріне фитопрепарат қолдану.
Қазіргі уақытта көптеген ет өнімдерінің ассортименттері әртүрлі өсімдік шикізаттарын қолдану арқылы алынады. Ет өңдеу өндірісінде емдік профилактикалық өнімдер келесі емдеу шөптерін қолдану арқылы өнімдер шығарады. Мысалы, аптекалы ромашка гүлі, кәдімгі зверобой, чабрица, календула және тағы да басқа. Бұл өсімдіктер көбінесе Ресейдің Ставрополь аймағында өсіріледі. Осы шөптердің тұнбасында ревматизмге, суық тигенде, бауыр және тағы басқа да ауруларға пайдаланады. Енді ет өнімдерге өсімдік майын қолдану. Шикізаттың биохимиялық қасиетін ескере отырып, шұжық өндірісінде өсімдік майын қолдануда технологиялық және гигиеналық аспектілерін қарастыру қажет. Осы мақсатта әр шұжық өнімдерінде дәрумендердің сақталуын, сонымен қатар дайын өнімдегі дәрумендер құрамындағы нитрозамин, микробиологиялық көрсеткіштері әсер етеді. Шикізатты дайындау, фаршты құрастыру арнайы нормативтік техникалық құжатқа сәйкес жүргізілу керек. Еттің химиялық құрамын анықтау әдістері. Бұл еттің дәмі әртүрлі тағамдармен жақсы үйлеседі. Қорек жағынан ең құндысы әрі жұмсағы, бұл көбінесе қолданатыны бұлшық ет болып табылады. Бұлшық ет тканінің ауызында адам ағзасына қажетті амин қышқылдар түгелдей кездеседі. Бұл заттар етке хош иіс беріп, ас қорыту бездердің қызметін жақсартады. Ет калориялық май ткандардың мөлшеріне байланысты болып келеді. Сондықтан қоректілік және дәмдік сапасы бойынша ең балғын жақсы сапалы етте 14-19% ақуыз, 15-12% май болып келеді. Еттің сапасы оның құрамына кіретін ұлпалардың химиялық құрамына да байланысты болып келеді. Еттің құрамына көбінесе бұлшық ет ұлпасы, май ұлпасы, дәнеркер ұлпасы, сүйек ұлпалары кіреді. Ет ұлпасының құрамында 70-75% су болады, 25-30% құрғақ зат, соның ішінде 18-22% ақуыз кездеседі. Етті сынау әдістері. Мал еттердің салмағын топ-тобымен қателігі 0,1%-ға дәлдікке дейін жіберілген таразымен өлшенеді. Ет температурасы мемлекеттік стандарт 91-77-74 талабына сай шыны термометрмен анықталады. Суға тоңазытылған және мұздатылған мал еттерінің температурасын жамбас немесе жауырын еттерінен 1 және 5 см аралығында тереңдіктен өлшеп алынады сынама ретінде. Сынақ нәтижесі ретінде орта арифметикалық мағына көрсетіледі 3 немесе 5 партия бойынша. Еттің жаңа екеніне, балғын екеніне күмән туған жағдайда үлгі алуды және сынақ әдістері мемлекеттік стандарт 72-69-79, мемлекеттік стандарт 23-342-78, мемлекеттік стандарт 1946-74 бойынша өткізіледі. Ал етті бактериологиялық сынақпен мемлекеттік стандарт 21-237-75 бойынша өткізеді. Сонымен қатар еттегі пестицидтерді Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі бекіткен әдістемелермен анықтайды.